Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында жасалатын мохитоның рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалынады, дәмі де өте керемет болып шығады. Біздің отбасымызға қатты ұнады, бар қалғаны осы болды. Жолдасыма да, қыздарыма да осы рецепт ұнады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, үй іштеріңізде жасап берсеңіздер, барлығына ұнайтыны сөзсіз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыздар. Дәл қазір дәмін бірге көретін боламыз. Достар, қазір дәмін бірге көреміз. Өте керемет. Шын мәнісінде де өте керемет рецепт. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге керек заттар мята, лимон және лайм қажет болады. Лимондағы дәндерін алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде дәндері толықтай алыну керек. Дәл осылай алып тастайсыздар да. Арнайы графинге мятамызды саламыз және де лимонның суын сығып саламыз. Байқаңыздар, арасындағы дәндер түсіп кетпесін. Дәл солай лаймды да қатты сығамыз. Ішіндегі суығы шығу керек толықтай. Арнайы екі бөлікке бөліп алып сығыңыздар, сонда шырыны толықтай шығатын болады. Кез келген лимонад пайдалансаңыздар болады. Мен спрайттың кішкене ғана бөлігін құйып, содан соң арнайы пюре езетін ыдыспен жақсылап тұрып езіп алыңыздар. Немесе оқтаумен де езсеңіздер болады. Шамамен бір 4-5 минут жеткілікті. Қалған спрайтымыздың барлығын толықтай құямыз. Әдемі көрініс беру үшін мята, лимон, лаймымызды өте жұқа етіп, жіңішке қылып кесіп дайындап, лимонадқа қосамыз. Жақсылап тұрып барлығын араластырып аламыз және де қант саламыз. Қант салу міндетті. Жақсылап араластырып болғаннан соң мұз салуды ұмытпаңыз. Тоңазытқышқа кемінде 30 минутқа қойып қойыңыз. Өте дәмді, салқын сусын ыстық күнде шөліңізді басады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Мен бірінші рет жасап тұрмын және де сіздермен бөлісіп отырмын. Керемет рецепттердің бірі. Әсемдік ретінде жіңішке қылып осылай лайм немесе лимонды шетіне қыстырып қойсаңыз да өте әдемі көрініс береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, қазір дәмін бірге көреміз. Өте керемет. Шын мәнісінде де өте керемет рецепт. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Сіздермен болған Назерке. Менен қандай рецепттер күтесіздер? Пікірге қалдырып қойыңыздар. Алдағы уақытта міндетті түрде шығарамын. Және де каналыма тіркелмесеңіз, каналыма тіркеліп, менің каналымның дамуына үлес қосыңыз. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше сау болыңыздар.